Қатарымызға жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, қайырлы таң дейміз. Ал бүгін бізде қонақта Асхат. Әнші композитор Біржан Хасанғалиев. Біржан Хасанғалиев, әнші композитор. Сыр еліне күйеу бала болған Біржан бір қыздың әкесі. Өнерлі отбасынан шыққан ол болашақта баласының спортшы болғанын қалайды. Енді біз білетін өнер адамының кішкентайлары өнер адамдарына бұрынғыда ұйқы бермейді. Сізге де сондай шығар. Солай бізде. Нешеде ойнастар? Менің қызым кейде 6:30-да ойнады, кейде 7-де. Настроениясы жақсы болса. Сол 7-ден бастап жүреміз. Таңғы жаттығу жасайсыздар ма? Әрине жасаймыз. Жанұямызбен жасаймыз. Өйткені бұл мен үшін әр адам үшін өте керек нәрсе. Енді кішкентайыңыз қазір нешеде? 23 қыркүйекте 1,5-ға толды. 1,5-ға толдыңыздар. Сөйлейді, жүгіреді. Қандай сөздер айтып жүр? Ата, әже. Ең бірінші айтқан сөз ата болды ғой? Ата. Атасының қызы болды ғой? Атасының әжесінің қызы. Түсінікті. Дұрыс. Ал енді шығармашылыққа келетін болсақ, Біржан, қазір шығармашылықтарыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Қазір енді шын айту керек, келесі жылдың 13 ақпан айында менің әкеміздің, яғни Ескендір Хасанғалиевтің 75 жылға толады, сол мерекесі болады. Соған концертті дайындап жатырмыз. Мүмкін бір концерт Алматыда өтеді, екіншісі Елордамыз Астанада өтеді. Үлкен іс-шара болады, сондықтан дайындық жұмыстары басталды. Қазіргі кезде негізгі жұмыс сонымен байланысты. Енді тағы білуімше, жақында ғана Қарағандыда, Даңқ аллеясында Ескендір Хасанғалиевтің құрметіне жаңағы жұлдыз белгісі қойылды, иә? Иә, дұрыс айтасыз. Өте сондай керемет іс-шара болды. Соған бүкіл халық жиналып, әуелі біз концерт бердік, содан кейін алаңға шығып, салют атқызып, сол Қарағанды облысының әкімі папам екеуі сол жұлдызды ашып, сондай керемет той болды. Сондай үлкен әсермен сол Қарағандыдан үйімізге қайттық қой. Енді қазір композитор екеніңізді білеміз, әншіліктен бөлек. Қазір жаңа әндер жазылып жатыр ма? Жаңа әндер жазылып жатыр, және соған қоса мен инструменталды шығармалар жазып жатырмын. Қызым дүниеге келді, соған арнап ән де шығардым. Қызыма арнап инструменталды Зеренің әлдиесі деп сондай атау бар енді. Инструменталды шығарма жаздым. Бесік жыры сияқты? Бесік жыры, иә. Инструменталдық формада. Соны жазып, мен тағы соны жалғастырсам деген ойым бар. Сол сондай творчестволық шабытта жүрмін. Керемет, біз осы жерден әңгімемізді үзе тұрайық. Өйткені қазір қызық тақырыптағы бейне сюжет, одан соң сұхбатымызды жалғастырамыз. Essayez de vous oublier, je n'ai pas pu. Sans votre orgueil, votre stupide orgueil, j'aurais été près de vous depuis longtemps. Бұл атақты француз режиссері Франсуа Трюфоның «Соңғы метро» атты картинасы. Фильмнің негізгі өзегі екінші дүниежүзілік соғыс, қоршауға алынған Париж, әділетсіздік пен сатқындықтың құрбаны болған бейкүнә жандар. Солардың бірі театр режиссері ұлты еврей Жан-Лу Котен мен оның әйелі әрі жетекші актриса Марион Штайнер. Тәуекелге бел байлаған Марион күйеуін театрдың жертөлесіне жасырады. Алайда Франциядағы кескілескен ұрысқа қарамастан Жан-Лу жаңа қойылымдарды дайындаумен айналысады. Өйткені театр қай кезде болмасын тоқтамау керек. Республикалық неміс драма театры төл сахнасынан айырылса да, өнерін тоқтатқан жоқ. Қазір Михаил Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрын жалға алып, айына бір рет қойылым қойып жүр. Театрдың жаңа маусымы Балхаш туралы аңыз туындысымен ашылды. Кезінде театрда қызмет атқарған актерлардың барлығы Германияға қоныс аударды. Бір қызығы еш қайсысы актер болып жұмыс істеп жүрген жоқ. Себебі немістер сырттан келген неміс ұлтын құшақ жайып қарсы алмайды. Жұмысқа орналасу өте қиын. Олардың заңдары осындай. Актерлер айналуға келмейтін аядай бөлмеде дайындалуға мәжбүр. Бірақ театр ұжымы қандай жағдай болмасын, еңселерін түсірген емес, жақсылықтың болатынына сенеді. Бүгінгі таңда театрда 74 адам жұмыс істейді. Олардың тең жартысы
таза шығармашылықпен айналысады. Жоспар бойынша биыл ұжым 15 000 көрерменге қызмет көрсетуі тиіс. Демек, 130-дан астам қойылымды сахналау қажет. Репертуарымыз толығымен қайта жаңартылды. Қазір театрға жастар тартылуда. Әсіресе қазақ, орыс ұлтының өкілдері келгенде таң қаламыз. Біздің талабымыз актер болу үшін неміс тілін жетік білуі тиіс. Көбіне театрдың ұстанған саясаты ұнайды. Өйткені бұл жастар театры. Статистикалық агенттігінің мәліметтеріне сүйенетін болсақ, 1990 жылдарға дейін Қазақстанда халықтың 1 миллионға жуығын неміс ұлты құраған. Алайда олардың бірқатары кейінгі жылдары тарихи отанына қайта оралды. 2013 жылы санақ бойынша республикамызда 182 000 неміс ұлтының өкілдері тұрады. Бұл халықтың 1,1%. Жантас Тұранұлы, Ренат Әлібеков, арнайы жаңа күн үшін. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта әнші композитор Біржан Хасанғалиев. Біржан, енді сіз композиторлықтан бөлек ән де айтасыз, әншісіз. Өзіңіздің жеке концертіңізді қашан тамашалаймыз? Осы сұрақты бәрі. Бірінші жыл емес сахнаға бүгін шыққандар есеп беру кешін беріп жатыр. Иә, біреу кеше шығып, міне концертін беріп жатыр, сондай да бар. Енді шын айту керек, әрине бұл ең көп қойылатын сұрақ мен үшін. Қазір енді концерт беруге дайынмын деп айта аламын. Өйткені толық бағдарлама бар. Мен әндерімді орындайтын әншілерді бәрі сондай қалыптасқан, бәрі бар. Енді мен айттым ғой, әуелі әкемнің мерекелік ән кештерін өткізіп, уф деп, содан кейін өзімнің кешімді енді міндетті түрде өткізем. Ал отбасылық өміріңізде қандай жаңалықтар болып жатыр? Енді біздің отбасын толықтыру ойда жоқ па? Дұрыс. Енді өздеріңіз білесіз, мен Зере деген қызым осыдан 1,5 жыл бұрын дүниеге келді. Бұл біздің жанұямыздың басты қуанышы, мақтанышы деп айтуға болады. Әрине, бір баламен ғана шектеуге болмайды. Өйткені қазақ халқының санын көбейту керек. Ол біз істемесе кім істейді деген сұрақ туындайды ғой. Сондықтан ойымызда бар, иншалла бәрі Алланың қолында. Мен жалпы армандайтыным көп балалы әке болу. Сондықтан да мен арманыма жетем деп соған сенемін. Тілектеспіз. Кез келген кішкентай бала музыка тыңдағанда, егер ол көңілден болса, оған билейді. Зере қандай әнге билейді? Кімнің әніне билейді? Үйде енді сіздерде кәдімгі жай әндер қойылмайтын шығар, енді композитордың отбасында бәрібір басқа әндер қойылатын шығар, әлде қалай? Шын айту керек, біздің үйде қызық, 2 пианино бар. Біреу рояль, біреу пианино. Кейде екеуміз, папам екеуміз отырамыз. Соны Зере екеуміздің арамызда жүгіреді. Оған өте қызық, жақсы көреді пианино. Біз әртүрлі әндерді орындаймыз. Өзіміздің әндеріміз бар, шетелдің эстрадасы бар, қазақ эстрадасы бар, белгілі әндер. Бәрін орындағанда бұл кәдімгідей движение көрсетіп билейді өзі. Сондай қыз болып өсіп жатыр. Соған біз енді өнер адамдар ретінде, атасы ретінде, әкесі ретінде өте қуанамыз. Яғни музыкаға бәрібір бейім болатын сияқты деп ойлайсыз? Солай ойлаймыз, егер сол өнер жолын таңдайтын болса? Менің шын айту керек, ешқандай қарсылық жоқ. Өйткені, бірақ мен әрдайым армандайтыным, өнерде орташа өнерпаз сондайды қаламаймын. Мен енді қызымнан, немесе болашақта туатын балдарымнан мынандай бір биік жетістіктерге нағыз дарын иесі болса екен деп армандаймын. Ал ондай болмаса, мен ойымша мүмкін басқа бір мамандыққа кетіп қалса, мүмкін басқа жерден биік шыңдарға жетеді деп. Ал бірақ әке арманы деген болады ғой. Сіздің әкелік арманыңыз, өзіңіздің перзенттеріңіздің негізі кім болған қалар едіңіз? Армандайсыз ғой бәрібір? Армандаймын. Мен армандарым қызық. Мысалы, Зере мен өнер адам болса екен деп армандаймын. Бір ұл туса. Неге теннисист? Мен теннисті жақсы көремін. Мен Диас деген жиенім бар, туған жиенім. Сол кәдімгі жақсы сонда тенниспен айналысады. Соған өте қызыға қараймын. Ойлаймын, мен де ұлым туса, мен де сол тенниске беріп, мүмкін дүние жүзінің бірінші ракеткасы бола ма? Сондай армандар бар ғой. Бәрекелді, армандарыңыз орындалсын, арманыңызға жетіңіз дейміз. Енді көрерменге айтар таңғы тілегіңіз болса, мархабат. Мен енді барша қазақстандықтарға, барша хабар арнасының көрермендеріне тек қана жақсылық тілеймін, және
әр күндеріңіз керемет өтсін дегім келеді. Әумин айтқаныңыз келсін. Сізге де жаңа күнде сәттілік тілейміз. Серіге үлкен сәлем айта барыңыз. Рахмет. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.